Тарихшы Берік Әбдіғалиұлы бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Берік мырза, қайырлы таң. Сіз күні кеше қазақстандықтармен қатар күллі әлеммен бірге тарихи сәттің куәгері болдық. Тарихы жоқтың болашағы жоқ дейді. Осы тұста ел саясатындағы тарих пен болашағы арасындағы байланыс қаншалықты берік болмақ? Қазақстанды саяси жаңғырту жолында ел келешегінің кемелдігі қаншалықты айқындалмақ? Қайырлы таң. Шын мәнінде үлкен бір тарихи оқиға болды. Елбасы 30 жыл басқарып, ел тізгінін қолға алғаннан бері көптеген тарихи іс-шаралар атқарылды. Ол совет заманынан біздің тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы, бүкіл әлемге танылуы, ішкі саясатымыз, сыртқы саясатымыз, бүкіл саяси жүйе мемлекеттің жаңғыруы. Әрине елбасының қазір бүгінгі күні президенттік құзыры біткенімен, оның елбасы ретінде құзыры, орны әлі жалғасады. Өйткені сабақтастықта бар. Біздің бүгінгі негізгі партиямыз Нұр Отанның басшысы, Қауіпсіздік кеңесінің басшысы ретінде әлі де елбасы миссиясын атқарады. Өйткені бүгінгі күні бізде елбасының жаңа осындай саяси ахуалда екінші президент болса да елбасының орны біздің мемлекетіміздің, әсіресе соның ішінде ұлттың қалыптасуы, рухани жаңғыруы, соңғы мақалаларында көтерген мәселелердің бәрін әлі іске асыру керек. Сондықтан бір рухани миссиясы әлі алда деп есептеймін. Берік мырза, еліміздің саяси өмірінен жалпы өз басыңыз не күтесіз? Енді әрине сабақтастық болады. Бәрібірде мынау елбасының 30 жылда өзінің жаңа буын өсті, соның ішінде жаңа буын саясаткерлер өсті. Елбасының шәкірттері, олар әлі де осы Нұр Отан партиясы, Нұр Отан ары қарай жалғастырып, үлкен бір өзгерістер болады деп есептемеймін. Дегенмен де жаңа дәуірдің үлкен, мысалы, Нұрсұлтан Назарбаев 30 жыл деген бір шын мәнінде саясатта үлкен дәуір. Енді келесі жаңа кезеңге өтіп келе жатырмыз. Осының бәрібірде екінші біздің Құдай қаласа президентіміз осы атқарылған істерді жалғастырып, өзінің жаңа әлемдік тәжірибедегі үйренген өзінің тәжірибесіне байланысты жаңа бір үрдіс, жаңа іс-шаралар ұйымдастырады деген үміттеміз. Ол ең бастысы мынау жалпы еліміздің тыныштығы, қоғамымыздың дамуы, соның ішінде саяси, экономикалық бүгінгі әлемдегі ахуал бәрібір тұрақсыз. Осыған байланысты Қазақстанда жаңағы өзіміздің мемлекетіміздің негізін қалыптасуда өз үлесін қосады деген үміттеміз. Пікіріңізге рахмет. Тікелей байланыста болған белгілі тарихшы Берік Әбдіғалиұлы хабарымызды жалғастырды.